Всем привет, друзья! Канал Бизнес по-казахски. Хочу поделиться с радостной новостью. Мой подписчик, который консультировался у меня много раз, его зовут Ерулан, он открыл все-таки магазин в городе Чимкент. Давайте посмотрим. Бәріне сәлем, Бизнес по-казахски каналы. Сіздермен бір қуанышты жағдаймен бөліскім келіп отыр. Ерулан деген оқырманымыз бар. Ол Шымкент қаласында өзінің дүкен ашқан екен. Соған алғыс видеосын жазып жіберіпті, соны баяндайық. Саламатсыздар ма, құрметті достар? Менің есімім Ерулан, мен Шымкент қаласынанмын. Бүгінгі видеоны түсіріп атқан себебім мінекей, мен дүкен ашам деп біраз талпынып жүрдім. Мінекей кішігірім менің дүкенім ашылды. Осы дүкеннің ашылуына маған көмектескен Ерлан досыма үлкен алғыс айтқым келеді. Барлықтарыңыздың жұмысыңызға сәттілік тілеймін. Сіздерден әрине көмек күтем. Ортамызда жаңағы Инстаграм бар, ортамызда чат бар. Ерекең дайындаған. Сондықтан барлықтарыңызға көп рахмет. Ереке, сізге көп рахмет. Міне мен ашылдым. Құдай қаласа 2 күн болды, ревизия бітті. Енді ары қарай жұмыс жасауға тырысамыз. Бәріңізге сәттілік. Ереке, рахмет. Easy, okay.